тілін құрметтемеген адам толық мәнді интеллигент емес. Себебі қандайлық мамандық иесі болса да, бұл өмірде рухани сыңаршы азамат. Сырттан берен саған жат сөздер келсе, оны жаншып кеміріп, өз тілінің қалпына түсіріп алған қазақ. Жат жұрттың шалағы тимесе, кәсіби ғұтпы өзгерілмесе, жалғыз тіл өзгерілді деп айтуға тіпті жол жоқ. Қазақтың тілі өзгерген тіл деп айтуға тіпті жол жоқ болса, еврейсінде қисық деп айтуға жол жоқ. Ертеден бастап ертіске дейін, Оралдан бастап Ауғанға шейін қазақта еврей де бір, тіл де бір. Түрлі байлық бар. Солардың таңдауын берсе, мен тіл байлығын таңдар едім. Өйткені тіл байлығы бәрінен де сенімді байлық. Тіл күшіне өлшеу жоқ, тіл көркемдігіне теңеу жоқ. Тіл өлгенде де тірілтеді. Әдебиет болғалы, тіл қасиетін ешкім сақы пайдаланған емес. Тіл қаруы сөз, сөз қаруы ой. Ақылды ой, алғыр сөз адамның ең жоғарғы қасиеті. Сөйлесу, оқу үйрену, жазу сызу арқылы өседі. Бұл үшеудің біріне назар аудармау, бұл үлкен қылмыс. Этика, эстетика дегендердің күнәлі сырын әр халық өз тілінде ғана еркін түсінсе керек. Неткен шымшыр тіл хапты барлығы. Зеңбіректің күйген дауысы қарлығып, тоқтағанда айқайлауға жарамай тек мына бір ақ қайың жапырақ күмірлейді. Күрсінеді, жылайды, әлдекімнен өмір бақыт сұрайды. Мам,